Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі оразаларыңыз қабыл болсын. Аллах тағала барлық ниет, тілек, дұғаларыңызды қабыл етсін. Бізде бүгін өте қызықты тақырып, өте актуалды. Сіздер негізі өте дұрыс дайындадыңыздар, өте дұрыс таңдадыңыздар. Арманға қол жеткізу, мақсатты дұрыс қою. Өте дұрыс болды. Себебі неліктен қыздар бірге шығуға да өтініш жасап жатыр екен. Неліктен өте дұрыс? Себебі біз ең алдыменен бір қадам жасау алдында өзімізге нақты ой өрісімізді дұрыс бағытта дайындап алуымыз қажетпіз. Егер ойымыз біздің тұрақты, дұрыс, таза, нақты, белгілі болмаса, онда біздің қайда жылжып бара жатқанымызды білмейміз. Сіздерге бір нақыл сөз айтып кетейін. Демек, орысша айтқан кезде притча. Неліктен маған притчалар айтқан ұнайды? Себебі әр адам осы притчаның ішінен өзінің рөлін тауып алады. Осы притчаға қарап, әр адам өзіне қажетті, нақты жауабын ала алады. Орманда гуру дейміз ғой, орысша айтқан кезде, ұстаз, мерген ұстаз өзінің шәкіртіне оқпен, садақпен атуды үйретеді. Сонда мерген тұрып, жаңағы оқушысына ат деген кезде, оқушысы ары атады, бері атады, бірақ нысанаға жете алмайды. Нысанаға жете алмағаннан кейін қатты ашуланады, намыстанады. Содан ұстазын айтады: ұстаз, сіздің қолыңызды байлап қойса да, сіз тауып нысананың қақ ортасына тиетін шығарсыз дейді. Жақсы, көрейік дейді. Содан жаңағы ұстаз көзін байлайды. Көзін байлатады. Көзін байлағаннан кейін ағашта тұрған нысанаға дәлдеп тұрып атайын десе, тіптен нысананың өзіне емес, қасындағы шетіндегі жаңағы дөңгелектерге емес, мүлдем ешқайда жетпей сыртына, ағаштың сыртына өтіп кетеді екен. Сонда шәкірті намыстанады: ұстаз, сіз әдейі істеп отырсыз. Сіз мені мазақ көріп отырсыз. Сіз неге тіптен ағаштың өзіне тигізбей жатсыз? Сіздің көзіңізді жұмып қойғаннан кейін сіз мені бір күлкі ретінде, маған ойын ретінде көрсетіп жатқан түріңіз ба? Ол неліктен деп қатты ашуланады шәкірті. Сонда ұстаз айтады: міне, көрдің бе дейді. Егер де мен өзімнің жаңағы қадап ататын, дәлдейтін нүктені көз алдымда көрмейтін болсам, мен қайда ату керек екендігін білмеймін дейді екен. Сондықтан біз қайда жылжып жатқанымызды, қайда бара жатқанымызды, қандай болғымыз келетінін, және де Алладан не тілеп, не сұрайтынымызды, ертеңгі күніміздің қандай болатынын нақты көз алдымызға елестетіп алғанымыз абзал. Міндетті түрде оны көруіміз қажет. Ал егер біз мақсатымыздың қандай болатынын, арманымыздың қандай болатынын білмейтін болсақ, онда біз қайда қарай жылжу қажеттігін мүлдем білмейді екенбіз. Кеш жарық дейді. Қыздар, мен комментарийлерді сөндіре тұрайын, е? Комментарийлерге содан соң мен кезек беремін. Қыздар қосылып жатыр. Енді сол себепті қыздар алдыменен қай жаққа бара жатқанымызды анықтап алуымыз қажет. Немесе қыздар, сіздермен жаңадан қосылып жатқан қыздар бар екен, мына жерде танысып жатқан қыздар бар. Жақсы қыздар, танысып алайықшы. Кім қай қаладан, қай жақтан, соны жазып өтіңіздерші. Қай жақтың аудиториясы көп бұл жерде, соны анықтап алайық. Қарағанды дейді, сақ Қарағанды дейді. Содан соң сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге жазыңыздар, немесе төменде тұрған плюс батырмасына басып, мына жерде тұрған плюс батырмасына басып, сол жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып өтіңіздер. Тараз дейді, өте жақсы. Назгүл Орман дейді. Мен бүгін ғана Назгүлді жаңа ғана ауызашарда есіме алған болатынмын. Назгүл, сәлем. Алматы облысы дейді, өте жақсы. Талдықорған, қандай керемет, киелі жер. Нұрсұлтан дейді, тамаша. Нұрсұлтан қаласынан. Мыңаралдан дейді, машалла. Мыңаралдың қандай киелі, ханшайым қыздар отыр. Семей, Шымкент, керемет.
Сәлеметсіз бе Сая ханым? Қарағандыдан Сания боламын дейді. Тамаша. Қарағанды облысы. Айымбектас. Нұрсұлтан дейді. Қандай керемет қыздар. Көрдіңіздер ме? Жан жақтан өте көп екенбіз. Ал енді мен комментарийлерді тоқтатып қояйын. Енді біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сұрақтарыңыз болса, төмендегі плюс батырмасына басып, сұрақтарыңызды дәл сол жерге жазып өтсеңіздер болады. Енді кеттік. Енді біз көз алдымызға арманымызды елестетуіміз керек деп айттық. Қайда жылжуымыз керек екендігін біз білуіміз керек дедік. Себебі біз өзіміздің арманымызды көз алдымызда көрмейтін болсақ, онда біз қалай қарай жүру керектігін, энергиямызды қалай біз жұмсау керектігін мүлдем білмейміз. Сол себепті ең алдымен біз ойымызды тиянақтап, біздің арманымызды тұжырымдап тұрып, нақтылап, анықтап алуымыз қажет. Бұл деген жалпы арман деген нәрсе бала күнімізден көз алдымызға елестетіп қалған дүние. Бір нәрсені армандау, көз алдымызда болашағымыздың қандай болған, баянды болашақ деген не екен, көз алдымызға елестетіп, соны бір армандап, соған бір қалай жүру керектігін нақты білмесек те, қандай болғымыз келеді, соны ойлап жүретін дүние. Бірақ егерде ол мида солай арман болып қала беретін болса, оған еш әрекет жасамайтын болсақ, әрине ол арман күйінде сол бір бұлттың ішінде қалып қоятын дүние. Сондықтан арманға қалай қол жеткіземіз, арманды қалай нақты өмірге айналдыруға болады. Сол жайлы айтамыз. Енді біз алдыменен армандағанда бала күнімізде қандай болдық деп арман күйінде қана қалдырып қоймай, арманға нақты уақыт қоямыз, нақты дедлайн қоямыз. Қай уақытта қандай болғанымызды қалаймыз. Мысалы, 10 жылдан кейінгі Саяны мен қалай көріп тұрмын деп. Немесе айым, 10 жылдан кейінгі айым қандай болады, соны анықтап алуымыз қажет. Өзіңізді 10 жылдан кейінгі кейпіңізді көруіңіз қажет. Енді, мысалы қараңыздар, сіз, мысалы, мынау сіздің А нүктеңіз, е? Мына жерде сіздің А нүктеңіз дейік. А нүктеңіз дейікші. Мынау сіздің А нүктеңіз. Енді А нүктеңіз қазіргі кезіңіз, Б нүктеңіз сіздің, міне, Б нүктеңіз сіздің арманыңыздың орындалған сәті. Бірақ бұл арманға орындау үшін бірнеше не керек? Уақыт керек. Және де осы уақытты қалай дұрыс пайдалану керек, қалай осы уақытта біз А нүктесінен бүгінгі күннен Б нүктесіндегі арманымызға жетуіміз керек. Сол туралы айтайық. Енді қараңыздар, арманды әртүрлі етіп қойға болады. Өзіңіздің сұранымыңыз бойынша. Мысалы, кейбір адамдар, мен 10 килограммға салмақ тастағым келеді дейді. Ал кейбірлер айтады, мен 10 жылдан кейін, демек, 10 жылдан кейін емес, 10 килограмм. Жалпы, онда 10 жыл емес, жалпы армандалайықшы. Мен, мысалы, арманым 20 килограммға немесе 10 килограммға салмақ тастасам екен дейміз. Енді оған қалай қадам жасауымыз керек? Қазіргі килограммыңыз, сіздің салмағыңыз, мысалы, 70 килограмм болатын болса, мына жерде 60 болу керек сіздің салмағыңыз. Сіздің мақсат салмағыңыз 60 делік, мысалы 10 килограмм делік. Енді, егерде сіз күнделікті, мысалы, мынау сіздің күнделікті қадамдарыңыз. Күнделікті сіздің орындайтын әрекеттеріңіз. Осы әрекетті орындай отыра, сіз мақсатыңызға жете аласыз, әрине. Бірақ, оны қалай орындаймыз? Ол қиынға соғады. Бастағанда оңай секілді, бір бастап кеткен кезде, 3 күннен кейін біздің калиямыздан бізді соға бастайды. Сол уақытта күш қуатты қайдан аламыз? Қалай жасаймыз? 3 күннен кейін диета ұстаймыз. 3 күннен кейін диета ұстағаннан кейін мен дірілдеп бар жатырмын, менің бүйрегім түсіп бара жатыр деп 1000 миллион сылтау тауып, біз өзімізді кері қарай өзімізге тастаған салмағымызды 2 есе қосып аламыз.
жоғалтқан салмағымызды 2 есе өсіріп аламыз. Сондықтан оны қалай жасаймыз? Ол үшін сіз көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз Нұрсұлтан қаласынан А нүктесі дейік, Нұрсұлтан қаласы, Б нүктесі Қарағанды қаласы. А нүктесінен бастап Нұрсұлтан қаласынан Қарағанды қаласына жолға шықтыңыз. Сіздің көз алдыңызда не көрініп тұр? 300-400 метрлік ара қашықтықты ғана көріп тұрсыз көз алдыңызда. Енді сіз осы 300-400 метрді өткеннен кейін сіздің алдыңызда не ашылады? Келесі 300-400 метр ашылады. 1 километр қатты алыстағанда 1 километрге дейінгі ара қашықтықты көресіз. Енді егер сіз алдыға жүрмесеңіз, одан кейінгі ара қашықтық сізге көрінбейді. Сол үшін сізге тағы да әрекет ету керек. Тура сол секілді. Сіз бір күн әрекет етесіз, салмақ тастау үшін. Жаңағы спорттық жаттығу жасау керек, оған дұрыс тамақтану керек, және де су, қыздар, судың нормасын толтырып ішу ол үлкен тіптен заңдылық. Осыларды орындай отырып, бүгін орындасаңыз, ертеңгі күнге сізге мүмкіндік ашылады. Бүгінгі күнді сіз жеңдіңіз. Ертеңгі күнді өтсеңіз, келесі күн степ бай степ, біртіндеп күнделікті орындай беретін болсаңыз, мысалы, мына жерге келген кезде сіз 20-шы күн тоқтап қалдыңыз. Қонаққа бардыңыз, салмағыңыз қосылып кетті. 1 килограмм салмақ қосып алдыңыз. 3 күн бойы тастап жүрген салмағыңызды 1 килограммды бір тамақты жақсылап жеп алып, сіз салмағыңызды қосып алдыңыз. Не істейміз ондай кезде? Бұл жерде 2 алып қойған үздік оқушы секілді. Сіз 5-ке оқып жүріп, 2 алып қойсаңыз не істейсіз? Ол 2-ні жою керек. Ал қалай жоямыз 2-ні мектепте? Егер де 1-2 алатын болатын болсақ, онда оны 2 рет 5 алып жоя аламыз. Солай емес пе? Сондықтан бір күн сіз қате жасап қоятын болсаңыз, онда тоқтамай қайта дисциплинаны нақты дисциплинаға алып, ары қарай нақты дисциплина етіп жалғастырып кете беру керек. Егер де сіз Астанадан шығып Қарағандыға келе жатсаңыз, мысалы, Асакаровқа келген кезде, немесе Биназарға келгенде тоқтап қалдыңыз. Су алам дедіңіз жолдан, жаңаға жанармай құйып алам дедіңіз, тоқтадыңыз. Тоқтағаннан кейін белгілі кішкене уақыт. Сіз не істейсіз? Ары қарай одан кейін жүріп кете бересіз. Тоқтап қалсаңыз, сол жерде қалып қоясыз. Сіз жетпейсіз Қарағандыға. Егер сол жерде қалып қоятын болсаңыз. Сондықтан сіз Асакаровкадан немесе Биназардан тоқтаған жеріңізден жылжып, ары қарай тоқтамай кете бересіз. Уайымдап отырасыз ба? Мен уақытымды жоғалтып алдым Биназарда. Неге мен уақытымды жоғалтып? Әрине жоқ. Артқа қараудың қажеті жоқ, қыздар. Тек қана алдымыздағыны көріп отыруымыз керекпіз. Алдыға жүрсек, бізге мүмкіндіктер ашыла береді. Сіз 1-ші қабаттан 10-ші қабатқа дейін жаяу көтерілгіңіз келіп отыр. Ондай жағдайда сіз 1-ші қабатта тұрып 10-ші қабатты көре аласыз ба? Жоқ. Сіз әр баспалдақтан басып көтерілген сайын келесі қабаттың баспалдағы сіздің алдыңызда ашыла береді, көріне береді. Тура сол секілді мүмкіндігіміз алдымыздан ашыла береді. Ең басты оған әрекет ету қажет. Ең басты қажет дүние, бірінші арманды міндетті түрде мақсатқа айналдыруымыз керек. Ол арман болып қала беретін болса, ол мына миымыздың бір қыртысында қалып қойған жаңағы бұлт тәріздес арман болып қалады. Оны міндетті түрде біз нақты мақсатқа айналдыруымыз қажет. Арманды қалай мақсатқа айналдырамыз? Енді сол туралы айтайық. Ол үшін барлық біздің арманымызды қағазға түсіріп жазамыз. Неліктен қағаздың бетіне жазамыз? Неліктен мен оны миымда білем ғой, не үшін мен оны жазуым керек деген ой туындайды. Мысалы, қазір мен сіздерге айтайын. 80-ді 2-ге бөліңіз деймін. Қанша болады? Жылдам жазып өтіңіздерші маған. Мен қазір сіздерге осындай есептер берем. Жылдам есептейтін есептер. Жылдам жазып өтіңіздер. 80-ді 2-ге бөліңіздер. Қанша болады? Жылдам. Кім бірінші жазады, қыздар? Көрейікші. Кімнің миы қазір өте қатты жұмыс жасап отыр? 80-ді 2-ге бөлеміз. 40 дейді. Жақсы. Енді 100-ді 4-ге бөлеміз. Жазыңыздаршы. 100 бөлу 4. 100 бөлу 4, қыздар. 40-ты жазып жатыр. Әлі 80-нің жауаптары келіп жатыр. 100 бөлу 4. Кім бірінші жазады? Жазыңыздаршы, көрейінші. Қайсыларыңыз болса алғыр екенсіздер, қыздар. Өзіңіздің мықтылығыңызды осы жерде дәлелдеңіздер. 25 дейді.
Ал кетті 1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25. Міне, көрдіңіздер ме? Жылдам жауап бересіздер. Ал енді калькулятор алмаймыз, қолымызға телефон ештеңе ұстамаймыз. Миымызбенен тек қана шығарамыз. 32.324-ті 43,7-ге бөлеміз. Бөліңіздерші, өте жылдам. Кім жауабын жазады? Калькуляторсыз. 32.324-ті 37,7-ге бөлеміз. Бөле аламыз ба? Миымызбен. Жоқ. Көрдіңіздер ме? Әлі 25-тің жауабы келіп жатыр. Неліктен бөле алмаймыз? Себебі, енді мен сіздерге айтайын, қыздар. Әлі жаңағы менің соңғы есебімнің жауабы келген жоқ. Көрдіңіздер ме? Комментарий тоқтатып қояйын. Неліктен сіздер миларыңызбен ойша бөле алмайсыз? Қиын себебі. Ал неліктен қиын? Неге бізде 80-ді 2-ге бөле саған оп-оңай, 100-ді 4-ге бөле саған оп-оңай? Себебі ол өте оңай есеп, иә? Ал егер де біз жаңағы есепті мен сіздерге берген кезде қолдарыңызға калькулятор ұстамаңыздар дедім. Қаламменен қағаз беретін болсам бөле аласыздар ма? Әрине бөле аласыздар. Қалдықпен шығады. Неге сіздер бөле аласыздар? Себебі сіздер ол сандарды көз алдарыңызда көріп тұрсыздар. Қаншаны қаншаға бөлетініңізді, одан қандай қалдық қалатынын, қандай санды түсіретініңізді, ары қарай әр қадамыңызды қалай жасайтыныңызды көз алдыңызда көріп тұрасыз. Міне, дәл сол себепті біз көз алдымызда нақты қағазға түсірілген ойымызды көретін болсақ, сол уақытта ғана біз нақты шешім қабылдап, нақты қадамымызды, келесі қадамымызды анықтай алады екенбіз. Көрдіңіздер ме, қыздар? Не үшін жазу керек? Міндетті түрде жазу керек. Сіз жазбайынша ол орындалмай қалады. Сондықтан біз өзіміздің 10 жылдан кейінгі өмірімізді көруіміз керек. 10 жылдан кейінгі Айжан қандай болады? 10 жылдан кейінгі Гүлбақрам қандай болады? Нақты жазамыз. Енді жазған кезде қалай жазамыз? Мен деп жазамыз, және де осы шақта жазамыз. Мен осындай болсам екен деп болашақ шақта қалдырып қоймаймыз. Болсам екен деген нәрсе жазатын болсақ, ол әрдайым болсам екен деген деңгейде қалып қоя береді. Сондықтан нақты ол орындалды деп, дәл қазір мен сол шақта тұрмын деп, сол райдамын деп жазып шығамыз. Мен есіміңіз жазып өтесіз, толығыменен осындай. Мысалы, Сая Абдуғани қызы. Немесе Сая ғана деп жазбаймыз. Себебі саялар көп. Сонда бір саяны екінші саядан айыратын не? Айырмашылығы олардың неде? Тегінде. Сондықтан толығыменен тегімізді жазамыз. Мен осындай. Мысалы, 10 жылдан кейін бізде 10 жылдан кейін осындай боламын деп жазбаймыз. Бүгінгі күніміз бізде нешесі? 9 сәуір 2022 жыл болатын болса, онда 10 жылдан кейінгі уақыт 9 сәуір 2032 жыл болады. Сөйтіп жазып қоямыз. Күн деген жерге датасына 9 сәуір 2032 жыл деп. Мен Абдуғани Сая деп өз есіміңізді жазыңыз, осындай деп. Қай жерде өмір сүріп жатсыз? Кім боп жұмыс жасайсыз? Қандай боп көз алдыңызға өзіңізді елестетесіз? Неше балаңыз бар? Тұрмыстасыз ба? Күйеуіңіз қандай? Қарым қатынасыңыз қандай? Барлығын қағазға түсіріп жазасыз. Не армандайсыз? Жазасыз. Бірақ өте көп 10 бет жазып жатудың қажеті жоқтан барлығын бір бетке сыйдырамыз. Бір бетке сыйдырған кезде кәдімгідей ұсақ-ұсақ кішкентай майда етіп бір бетке сыйдыруға тырысамыз. Сізге мысалы айтты делік. Осы беттің ішіне не жазып шығатын болсаң, соның барлығы орындалады десе, барынша сыйғызуға тырысасыз және барынша көп жазуға тырысасыз. Мысалы, сіздерге бір мысал айтайыншы. Көзі көрмейтін соқыр адамды, зағип адамды алып, сіздің арманыңыз қандай? Бір арман айтыңызшы, соны орындаймын деп айтқан кезде, барлық осы көпшілік адамзат баласы, ол кісінің арманы, ол
жаңағы зағип болғандықтан көзім көрсе екен деп армандайтын шығар деп ойлаған екен. Сонда жаңағы зағипқа айтқан екен, бірақ ауыз бір сөйлеммен ғана бір жаңағы сұраныс қана жіберіңіз, соны орындаймыз деген екен. Демек, орысша айтқан кезде загадайте только одно желание деген екен. Сонда ол кісіден ешкім күтпеген, көрдіңіз бе? Ол көшеде жүрген мүсәпір, қарапайым, зағип адам. Тіптен қарны да тоймайтын, кәдімгідей көше аралап жүріп нан тауып жеп жүретін адам. Сондағы ол адамның мына ойлау қабілетінің өте бай екенін бір ауыз сөйлеммен ғана көрсеткен. Былай айтқан екен, орысша айтайын, себебі орысша айтылған нәрсе. Я хочу видеть своих внуков, играющих на балконе 3-го этажа моей виллы бриллиантовыми игрушками, где с окна видно Черное море деген екен. Көрдіңіздер ме? Я хочу видеть. Ол сұрады, көзінің зағиптігінен арылуын сұрады, байлықты сұрады, өзінің байқуатты өмір сүріп жатқандығын білдіртті. Немерелері оның жақыттан жасалған, асыл тастардан жасалған ойыншықтармен ойнап отыр екен. Және де 3 қабатты үлкен зәулім сарайда тұрып жатқанын көргісі келіп отыр. Бірақ ол зәулім сарай қай жерде орналасқан? Теңіздің жағасында орналасқанын бір ғана сөйлеммен жеткізген екен. Тура сол адамның ойлау қабілеті өте жоғары болғандықтан айтқаны оның бірнеше жылдан соң орындалған. Кәдімгідей үлкен әлемге әйгілі, әлемге танымал үлкен, орысша айтқан кезде очень успешный гражданин болып шыққан екен. Сондықтан қыздар, көрдіңіздер ме, оның барлығы Алладан қалай сұрауымызға байланысты. Көзім көрсін деп қана емес, күнді көрейінші, анамды көрейінші деген нәрсе емес. Көзі көрген кезде Алла тағала оған әрине көрсетеді. Сондықтан мақсатты нақты қойымыз керек. Және осы шақта қандай өмір сүріп жатырмыз, кіммен өмір сүріп жатырмыз, тұрып жатқан үйіміз қандай, неше баламыз бар, және күйеуіміз қандай деген секілді. Айлық табысымыз қандай, қанша дүниеміз бар, қай жерде, тіптен үйдің еденіне дейін неше қабатты, немесе қабатты емес, мынанша қызым бар, мынанша ұлым бар деген мақсатты нақты осы шақта 10 жылдық арман ретінде мына бетке жазып шығамыз. Енді неліктен бір бетке? Себебі жаза берсеңіз кете береді ол. Бізге олай ұзақ миды шаршатудың қажеті жоқ. Нақты, қысқа және нұсқа керек. Енді келесі бетті ашамыз. Келесі бетті ашқаннан кейін біз енді 5 жылға мақсатымызды жазамыз. 5 жылдық мақсатымыз біздің қандай? Егерде 10 жылдан кейін жаңағы ата секілді жаңағы теңіз жағасындағы үлкен виллада өмір сүргіңіз келетін болса, онда 5 жылдан кейін тіптен сол мемлекетке көшіп барып тұруыңыз керексіз. Сол мемлекетте кішкентай үйде тұрып жатсаңыз да, тіптен сол арманыңызға кішкене жақындауыңыз керексіз. Сол 10 жылдық арманыңыздың жартысы орындалу керек. Мысалы, 10 жылдан кейін сіз тұрмыс құрып, 10 жылдың ішінде делік, жас қыз болатын болсаңыз, тұрмыс құрып, көп балалы ана болғыңыз келеді делік. Мысалы, кемінде 4 балалы болғыңыз келеді дейікші. Онда 5 жылдан кейін сіз қандай болу керексіз? 5 жылдан кейін сіз тұрмыс құрған, кемінде 2 балаңыз болу керек. Демек, 5 жылдан кейінгі арманымызды жазамыз. Толықтай бір бетке жазамыз. 5 жылдан кейінгі, мен 5 жылдан соң деп емес. Нақты осы шақта орындалғандай, мен соны алдым. Менің осындай нәрсем бар. Мен осындай жағдайда өмір сүріп жатырмын деп осы шақта жазу керек. Демек, 9 сәуір, енді қай күні бастайсыз, содан бастаған абзал. Бірақ ақпарат алғаннан кейін, қыздар, сонда бір ереже бар. Ақпарат алған соң 72 сағаттың ішінде орындап тастасаңыз, ол міндетті түрде, тапсырманы орындайтын болсаңыз, міндетті түрде ол сізге жұмыс жасап, ол нәтижесін береді. Ол міндетті түрде орындалады ол армандар. Ал егер 72 сағаттан асып кетсе, ол менің беріп жатқан энергиямның күші олай сіздерге әсер етпейді, қыздар. Олай прокрастинация жасай берудің қажеті жоқ. Сондықтан бүгін айттым ба, бүгін алыңыз теңіз. Себебі дәл қазір, қыздар, дәл осы
бүгінгі түн Рамазан айының, қасиетті ораза айының, бүкіл әлемнің мұсылмандары бір жыл бойы күтетін өте қасиетті ай. Осы айда Құдай тағала тыңдап отырады екен, іздеп отырады екен. Мына дұға тілеп, дұға оқып отырған адамдар Алла тағалаға төбеден қараған кезде аспандағы жанып тұрған жұлдыздар тәріздес болып көрінеді екен. Ораза ұстаған адамдар сондай болып көрінеді екен. Сондықтан Алла тағала ренжиді екен. Неге менен сұрамайды деп. Қыздар, жыламаған балаға тамақ бермейді дейді. Сондықтан міндетті түрде Алладан сұраңыз. Барынша сұраңыз, сұраудан шаршамаңыз. Адамнан сұрағанның екі көзі шығады дейді. Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Сондықтан Алладан сұраудан шаршамаңыздар. Және де Алладан қалай сұраймыз? Алла маған берші деп емес. Алладан сұрау үшін сіз алақаныңызға титтей бір нәрсе салып апарғаныңыз абзал. Ол дегеніміз не? Ол тек дұға. Құдай тағалаға не керек бізден? Иманымыздың күшейткенін керек тек қана. Иманымыздың күшейгені ғана керек. Мен бүгін кешегі күніме қарағанда бір қадам алдыға жылжуым керек. Ол дегеніміз не? Жаңа дұға жаттай алатын болсам, жаңа дұғаның бір аятын, немесе бір ғана сөйлемін, 3-4 сөзін ғана жаттайын бүгін, Егер дәл оны жасай алмайтын болсам, білетін дұғаларымды қайталаймын. Болмаған жағдайда қайталауым керек. Алланың алдына дұға оқып барып тілесеңіз, Алла сіздің алақаныңызды еш уақытта құр қайтармайды, қыздар. Түйе сұрасаңыз бие береді. Көрдіңіз бе жаңағы мүсәпір адамның қандай нәрсе сұрағанын? Барлығы ойлаған екен, мынаның енді дәрігерге ақша сұрай ма, көзінің көргенін көрсетші деп айта ма деп. Көрдіңіздер ме? Мына көздері көріп, 12 мүшесі бүтін, қол-аяғы сау адамның миына келмейтін нәрсені сұраған. Себебі адамның миы деген, қыздар, Эйнштейннің миы деген нәрсе өте керемет дүние. Эйнштейн дүниеден өткен кезде, дүниеден өтер алдында Эйнштейннен қол қойып келісім сұрап алған екен. Сіз дүниеден өткен соң сіздің миыңызды зерттеуге алуға рұқсат алайық деп. Эйнштейн келіскен екен. Бірақ адамдарға, ғалымдарға қызық болған екен. Неліктен Эйнштейн енді сондай ғалым, ғұлама ғалым, ал Эйнштейннің миы қалай жұмыс жасайды, қарапайым адамның миы қалай жұмыс жасайды. Соны анықтап алу үшін жаңағы гонорарын, ақшасын төлеп алған екен. Және де Эйнштейн айтқан екен: мен сіздерге бұның жауабын хатқа жазып кетемін. Бірақ мынадай келісім жасайық. Сіздер бұны жауабын таппайынша мына хатты ашпайсыздар дейді екен. Алдымен сіздер ғылыми түрде жауабын табыңыздар, содан соң ғана хатты ашасыздар деп айтқан екен. Келіскен болды. Эйнштейннің миын ары зерттейді, бері зерттейді ғалымдар. Кәдімгі қарапайым жүргізушінің миы мен Эйнштейннің миын алған екен. Екеуінде ешқандай айырмашылық таппапты. Жасушаларда, жылжуында барлығы бірдей, ешқандай өзгеріс жоқ. 200 жыл бойы зерттеп, 200 жылдан кейін ғана, технология дамығаннан кейін ғана миындағы айырмашылықты тапқан екен. Эйнштейннің миындағы нейрондар қарапайым жүргізушінің миындағы нейрондарына қарағанда екеуінің арасындағы мына байланыс жіп тәріздес көрінген екен. Тура бір өрмекшінің өрген жаңағы несі секілді, сеткасы секілді, торы секілді. Эйнштейнде өте көп болған екен. Мынандай өте көп болған екен. Ал қарапайым жүргізушінің миында ол бірнеше сызықтар ғана көрініп тұрған екен. Осы ғана айырмашылық болған. Сонда жаңағы екі жарты шардың байланысы Эйнштейнде өте тығыз байланысқан екен. Осылай. Енді жаңағы жауабын ашып қарайтын болса, хатты ашып оқыған. Сөйтсе Эйнштейн жазыпты: әй ақмақтар депті. Менің қарапайым адамның миынан айырмашылығым мүлдем жоқ депті. Менің де миым тура соның миындай ми. Менің айырмашылығым, мен болмайтын нәрсені болатын нәрсеге байланыстырып, армандап, қиялдап ойлаймын депті. Мысалы, адам құс болып ұшты. Адам ұшты ма? Ұшақ тауып ұшты. Деген секілді, бір жерде отырып, адам сөйлегенде, оның сөйлегені жердің арғы жақ бетіндегі, материктің арғы жақ бетіндегі адам естіп тұр дегенді.
мен ойлаймын, ести алады. Болмайтын нәрсе, бірақ адам соған жетті ма? Жетті. Адамның ара қашықтығы жетпейтін жерге өте жылдам аралықта адам жетіп барды. Тұрды да жетіп барды. Бүгін шықты да, бүгін, мысалы, бүгін Қазақстанда тұрса, бүгін Америкада бола қалу керек. Болды ма? Болды. Көрдіңіздер ме? Осындай болмашы дүниелерді байланыстырып, болдыға, бола алады, болу керек деген миға сұратым жіберіп, соныменен миына кәдімгідей болмайтын нәрсені болдырудың әрекетін жасап, солай миын қосып, кәдімгідей сондай нәрселерді көп армандаған екен. Эйнштейннің миының артықшылығы сонда. Сол айтпақшы, қыздар, көп армандаңыздар. Өте көп армандаңыздар. Барынша армандаңыздар. Енді біз жаңағы 5 жылдық арманымызға келдік. 5 жылда біз жаңағы 10 жылда орындалатын арманымыздың кемінде жартысы орындалу керек. Идеалды түрінде одан артық орындалатын болса, онда 10 жылда емес, келесі арманымыз біздің жаңағы 10 жылдық арманымыз тіптен 7 жылда орындалып кетуі мүмкін. Бірақ біз өзіміздің арманымыз бен мақсатымызды сатпаймыз. Қандай да қиын жағдай болғанда да, қыздар, өз арманымызды сатпаймыз, берік болуымыз керек оған. Шынайы түрде берік болуымыз керек. Ол Аллаға сенімділіктен басталады. Егер арманымыз орындалмайды дейтін болсақ, қыздар, онда біз Аллаға сенбейміз деген сөз. Онда біз Аллаға серік қостық деген сөз. Аллаға серік қосуға болмайды. Сіздің арманыңыз міндетті түрде орындалады. Егер де сіз Алладан тілесеңіз күнде, демек, егер де сіз оған күнделікті әрекет жасап отырсаңыз, ол міндетті түрде орындалады. Алладан тілеңіз, 3 бағытта күнделікті өзіңізді дамытып отыруыңыз қажет. Ең бірінші, ол діни жағынан, рухани жағынан. Сіз міндетті түрде ол мұсылман болуыңыз міндетті емес, мысалы, бірақ енді менің аудиториям мұсылмандар, бірақ дәл қазір менде жеке кеңес алып жатқан Канаданың отбасысы бар, мысалы, мұсылман емес отбасылар. Барлығына да айтатыным осы дүние. Европалықтарға да айтатыным барлығы осы дүние. Ең бірінші, өзіңіздің Құдайыңызға сену, өзіңіздің дініңізге сену. Аллаға, Құдайға бір қадам жасау. Жаңаға мен айтып отырған дұға үйрену, жаңа дұғалар үйрену. Ал егер жаттай алмаған болсаңыз, бүгін жаттай алмасаңыз, ертең міндетті жаттауыңыз керек. Сіз бүгін жаттай алмасаңыз, онда білетін дұғаларыңызды қайталап оқу. Келесі, физикалық жағыңыздан өзіңізді дамыту. Физикалық дегеніміз кәдімгі күнделікті жаттығу. Біз не үшін күнде таңертең сағат 5-те жаттығу жасаймыз? Себебі жаттығу жасаған кезде жаттығуға дейінгі қыздар мен жаттығудан кейінгі қыздарды мүлдем салыстыруға болмайды. Себебі жаттығу жасамасақ, сәресіден кейін ұйқымыз келіп, осы есіне беріп, кәдімгідей энергиямыз төменде тұрады. Жаттығудан кейін мына энергиямыз еңбектен шығып, мына фук деп төбемізден атқып тұрады ғой, қыздар. Осы бүкіл шаруаны бітіріп тастағымыз кеп тұрады. Осы энергия деген от болып лаулап тұрады. Ешкімнің ол уақытта барып жатып ұйқым кеп тұр деген сөз біз естімейміз қыздардан. Қайта бір-бірімізге, қыздар, сағат 8-ге дейін тапсырмаларды орындап тастауымыз керекпіз. 8-ге дейін өте жылдам тез тапсырмаларды орындап, 8-ден кейін үйіңізді тазалап, үйдің де шаруасына үлгеріп, жұмысқа да үлгеріп, прическаңызды жасап, макияжыңызды жасап, барлық мына арман жоспарларыңызды да жазып, қалай бітіріп тастағаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Автоматты түрде кете бересіз. Энергия деген от болып келеді. Үшінші, ол біз міндетті түрде өзіміздің мақсатымызға, арманымызға бір қадам жасауымыз керекпіз. Күнделікті өзіміздің саламыз бойынша бір қадам жасауымыз керекпіз. Мысалы, менеджер болатын болсаңыз сіз, онда мысалы, бір айда 10 келісім шарт жасауыңыз керек болса, бүгін сол келісім шартты жасауға, кемінде бүгін бір келісім шарт қалай да орындалу керек. Мен бүгін бір келісім шартқа қол қоюым керек деп, барынша күшіңізді соған саласыз. Барынша фокусыңызды соған саласыз. Дұға оқу қиын ба? Түк қиын емес. Жаттығу жасау қиын ба? Түк қиын емес. Жартақ сағат уақыт кетеді оған. Қатты кеткен кезде, одан артық емес. Міндетті түрде осы 3 бағытта, орысша айтқан кезде, каждый день мы должны становиться более набожнее, более физически сильнее и материально богаче. Демек, ол дегеніміз не?
біз мақсатымызға қол жеткізуіміз керек. Демек біз ол дегеніміз тағы қалай түсінуге болады? Бүгінгі табысымызды өсіру үшін, 2 есеге өсіру үшін, көбейту үшін қандай әрекет жасауымыз керек? Соған мен бүгін бір қадам алдыға басуым керек деген сөз. Сол себепті 5 жылдық мақсатымызды міндетті түрде енді жазып шықтық делік. Мына жерде жаңағы біздің мақсатымызды түсіндірдік. 10 жылымыз кетті, енді 5 жылдық мақсатымыз кетті, не? 5 жылдықты жазып шықтық. Енді келесі бетке көп 2 бетке бөліп жаза берудің қажет жоқ, қыздар. Қысқа нұсқа, бірақ барынша жазыңыз. Я хочу, чтобы бүйтіп жазбаңыздар. Менің күйеуім жоғарғы қызметте отырған көрем деп емес. Сіздің күйеуіңізді ондай жағдайда бір ғимараттың ең жоғарғы техэтаж дейді ғой, сондай жерге электрик қып қою мүмкін. Құдай сақтасын, енді жалпы айтқаным. Олай емес, нақты жазамыз, қызметінің атын жазамыз. Осындай лауазымда. Менің күйеуіңіздің атын жазасыз, кім екенін. Осындай қызметте отырып, мен соның әйелімін. Немесе, мен осындай қызметте қызмет ететін, мысалы, мен күйеуім есімі Нұрбол. Осындай қызметте қызмет етіп жатқан Нұрболдың әйелімін. Нұрбол сондай жерде жұмыс істеп жатыр емес. Нұрбол үшін, мысалы, Нұржан үшін шешіп қоюдың қажеті жоқ. Өзіңіз, ол сіздің қалауыңыз, ол күйеуіңіздің қалауы емес. Сондықтан өзіңізге қандай қатысы бар, өзіңізді мысал ретінде келтіріп жазамыз. Я хочу, чтобы мой муж работал деп емес. Біріншіден, я хочу деген болмайды. Ол нақты жазылу керек. У меня есть, это происходит здесь и сейчас деген сөз. Немесе, және де орысша айтқан кезде я являюсь супругой, атын жазасыз күйеуіңіздің, такого-то, который работает там-то, с ежемесячной прибылью столько-то, столько-то. Теңге, долларов, евро, өздеріңіз оны сұранысыңыз бойынша жазып өтесіз. Болды, 5 жылдық мақсатыңызды жаздыңыз. Келесі бетке жазатыныңыз ол 1 жылдық мақсат. Осы 1 жылдық мақсат міндетті түрде керек. Мысалы, бүгін 9 болатын болса, әсіресе қыздар, сәресіге тұрғанда жазыңыздар. Ертең, таңертең тұрып, міндетті түрде жазыңыздар. Сәресіде таңмен таласып, осы таңнан күн шықпай отырып, сұраған дұға міндетті түрде қабыл болады, қыздар. Рас айтам, ол мен айтқан сөз емес, ол Алла тағаланың сөзі. Мен шығармаған нәрсе емес, қыздар. Мен оны өзімнің басымнан өткізгеннен кейін, өзім нәтижесін көргеннен кейін, сіздерге тіптен 200% нәтижесін көргеннен кейін сіздерге оны толығымен бөлісіп сіздермен айтып отырмын. Енді 1 жылдан кейінгіні міндетті түрде жазыңыздар. Мына 1 жылдың ішіндегі мақсатымыз біздің 5 жылдық арманымыздың 5-тен 1 бөлігі болу керек. Кемінде. Мысалы, сіз жаңадан тұрмыс құрған қырсыз, жаңа отбасысыздар. Сіз пәтер алғыңыз келеді делік. Мысалы, 1 жылдан кейін пәтер алғыңыз келеді. Онда жазып шығасыз. Онда 1 жылдан кейінгі күнді датаны жазасыздар. 9-шы, ертең сәресте жазатын болсаңыздар, 10 деп жазасыздар. Мысалы, 10-шы сәуір, 1 жылдан кейін 2023 жыл деп жазасыздар. 1 жылдан кейінгі күнді. Енді мен, қайтадан жазасыздар есімдеріңізді, мен Сая Абдуғани деп жазып кетесіздер де. Осындай жерде өмір сүріп жатырмын, осындай жерде жұмыс жасап жатырмын, осындай біз үй сатып алдық. Өзіміздің жеке меншік пәтеріміз бар. Және ол пәтеріңіз қайда? Астанада емес. Астананың нақты қай жерінде. Мен сіздерге осы арманға көз жеткізудің, арманға қол жеткізудің және орындалудың бір нәрсесін айтайын, не, қыздар? Біз Нұр-Сұлтан қаласында Триумф тұрғын үй кешенінде тұрғанбыз. Сол уақытта осы методика бойынша жұмыс жасап бастаған кезде, қыздар, мен мына білімді алу үшін бірнеше мың доллар төлеген болатынмын. Өте құнды ақпарат, қыздар, бұл. Бұл жұмыс жасайды, міне 200%. Жаңағы неде күнде таңертең мен жазатын болдым. Күнде таңертең жазып отыру арқылы мен жазатынмын. Мен нақты жазамыз. Хайвилға көшкім келді. Хайвил жаңадан соғылған уақытта. Хайвилдың
тіптен ескі блок емес, жаңа блогына көшкім келді. Сонда жазатынмын: мен Нұр-Сұлтан қаласының Хайвилл тұрғын үй кешенінен, ол Хайвиллдың қай көшеде орналасқанын да білмеймін, себебі Хайвилл ішім, басқалары жоспарда бар нәрселер етін Хайвилл ішім емес, нақты Хайвиллдың Е блогынан алғым келді. Е блогы ең жаңа блог болатын ол уақытта. Сонда жаздым: Хазірет Сұлтан мешітінің жанында орналасқан деп, себебі мешіттің азанның дауысын есту мен үшін арман болатын. Күнделікті соны естсем өзімді бақытты сезінейін деп кәдімгідей армандайтынмын. Соны жазып, жаңағы Хазірет Сұлтан мешітінің жанында орналасқан Хайвилл тұрғын үй кешенінің Е блокта орналасқан 5-7 қабаттар арасындағы 200 шаршы метрге жуық 4 бөлмелі пәтер сатып алып, сол жерде отбасыммен тұрып жатырмын деп жазатын қыздар. Оған мен былай айтқанда дәл пәтерге сол уақытта бөлінген ондай сома болған жоқ. Бірақ қалайда мен мына миымды сендіруім керек болды. Мен қатты сенген кезде, қыздар білесіздер ма? Қатты сенген кезде еш нәрсе енді ол Аллаға сенем мен. Алла маған осы сендіріп қойған кезде, сен сенші маған, мен саған соны істеп берем деген қатты сенім болғанда, ол сізді калияңыздан еш нәрсе мына жарып өткізіп сізді сындырып тастай алмайды қыздар. Сондықтан Аллаға сенім өте қатты болу керек. Өте қатты сенім болу керек. Содан жазып жүрдім. Жобаменен 1 айдан асыққандай кез, бір жарым айдай кез таңертең ыстық су ішетінді білесіздер сіздер. Күнделікті ол онсыз мен күнім басталмайды. Ыстық су ішіп тұрып, терезеге қарап тұрып ішіп тұрдым. Терезеге қарасам, машиналар әлі дала қараңғы, машиналар ары-бері көшеде өтіп жатыр екен. Қыздар орысша айтқан кезде қазақша енді бүйтіп, бұл дәл осы сөздің аудармасы жоқ. И тут меня осенило. Қарап отырсам, мен тұрдым да деп қалдым. Қарап тұрсам, Хайвилл тұрғын үй кешенінде, Е блокта, 6-шы қабатта, өзіміздің пәтерде, 4 бөлмелі пәтерде 180 квадрат квартирада тұрып жатырмыз. Қыздар, мен 5-7 пәтер дедім ғой. Егер ол 8-ші қабат болғанда бәрібір алатын едік біз оны. Егер ол 4-ші қабат болса бәрібір де алатын едік. Бірақ мен сұранысты, мен сұратымды нақты 5-7 қабаттар арасынан дедім ғой. Көрдіңіздер ме? Мен 6-шы қабатта тұрып атқаныма қатты таң қалып отырып, Аллаға шүкір айтып, жылап отырып рахмет айттым. Алла, мен сенем. Сенің барыңа мен толықтай сенемін. Мен білем, Алла сен ұлықсың. Сол уақытта адамның нәпсісі тоймайды ғой қыздар. Білесіздер ме? Бірінші ой неге келді? Неге сен 200 шаршы метр? Неге 300 сұрамадың? Неге 5 бөлмелі сұрамадың деп. Адамның көзі тоймайды ғой еш уақытта. Сондай нәрсе ойладым да. Қарап отырсам, өзім қазір күлкім келеді. Мысалы 300 деп сұрағанымда 300-ге көшіп барсам, неге 500 деп сұрамадым деп ойлайтын едім. Демек, өзіңіздің шамаңыз келетін нәрсеге қарай әрекет жасау қажет қыздар. Үйде отырып, мен ертең Дубайда 1000 шаршы метрлік виллам болсын деп тілеудің қажеті жоқ. Сіздің шамаңыз қазір неге келіп тұр, соны 2 есе етіп сұраңыз. Болды. Сол қадамға жеткеннен кейін келесі қадам ашылады сізге. Болды. Осылай степ бай степ, қадам соңынан қадам жасай отырып, сіз мақсатыңызға жете аласыз. Сондықтан қыздар, мақсаттарыңызды алдамаңыздар, сеніңіздер. Барлығына куә бір Алла. Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады. Адамнан сұрағанның 2 көзі шығады. Мына адамның маған пайдасы тиіп кетеді деудің қажеті жоқ. Керек емес. Аллаға шынайы түрде таңғы намазға тұрып тілеңіздерші. Алақаныңызды жайып сұраңызшы Алладан. Алла, берші деп. Бірақ бер деп отыра берудің қажеті жоқ. Жаңағы мен айтқан 3 бағытта дамып отыруымыз қажет. Сол уақытта сіз жаңағы 1 жылдық арманыңыз орындалады. Енді ол 1 жылдық арманыңызды күнде сұрай беріп отырғанда да қалай қадам жасаймыз? Біз жаңа айттық, дұға оқу керек дедік, физикалық жаттығулар жасауымыз керек дедік, спортпен айналысу керек. 3-ші қалай қоямыз? Осы 3-ші туралы айта кетейік. Мен барынша сіздерге ақпаратты көп бергім келіп жатыр, қыздар. Уақыт қатты өтіп бар жатыр.
жалпы ақпарат ары қарай жалғастыру қажет пе, қажет емес пе? Осы жерге жазып өтіңіздерші. Қазір мен комментарий қостым. Қажет пе, ақпарат қажет емес пе? Тағы да осындай нәрсе айтуға сіздерге. Жазып өтіңіздерші. Өте жылдам. Ия жоқ, жылдам қыздар. Ия жоқ. Жылдам жазыңыздар, себебі біздің уақытымыз тығыз, біздің 15 минут уақытымыз қалды. Осы 15 минутта мен сіздерге барынша ақпаратты беріп шығуым қажет. Қажет, әрине дейді, қажет дейді. Мына қасиетті ораза айына қыздар, мен сіздерге хадия ретінде жасап отырмын. Хадия дегеніміз ол үлкен сыйлық. Мен сіздерге осы жалғастырыңызшы дейді. Қажет дейді. Жақсы қыздар, қажет дейді. Хадия ретінде бұл да сауап қыздар. Өзге айда, мысалы, басқа айда менің ойыма ондай нәрсе кіріп шыққан жоқ. Мына қасиетті Рамазан айында Аллах тағала менің жүрегіме сондай бір хидаят берді. Үйде отырған қыздарға жеткізші деп. Қыздар оны мен емес сіздерге үйретіп отырған. Сая ханым, рахмет деп емес. Оны бізді жаңағы орысша айтқан кезде проводник ретінде, жеткізуші ретінде Аллах тағала жеткізіп отыр. Біз арқылы сіздерге беріп отыр. Эфирді сақтаңызшы дейді. Керемет, қажет, керемет дейді. Эфирді сақтап қойыңызшы, басын көре алмай қалдым дейді. Қажет, ия, әрине қажет, керек. Айтыңыз дейді. Ия, плюс, сақтаңызшы эфирді. Қажет, жалғастырыңызшы, қажет, әрине қажет. Қыздар, эфир міндетті түрде сақталады. Енді шығып кетті дейтін болса, шығарып жібермейтін болса, Инстаграм міндетті түрде сақтаймын эфирді. Аллаға рахмет дейді. Шүкір, әуелі Алла. Барлық нәрсе болып жатқан қыздар. Айжанға рахмет, Нұржанға рахмет емес. Әуелі Алла, содан соң Айжанға рахмет. Әуелі Алла, содан соң Нұржанға рахмет. Алланы ұмытпаймыз. Керемет жансыз Сая ханым дейді. Рахмет сіздерге үлкен. Аллаға рахмет дейді. Аллаға сансыз шүкір. Комментарий тоқтатып қойын қыздармен. Жақсы. Енді ондай болатын болса кеттік қыздар. Енді біз күнделік жазуды үйренеміз. Күнделік бізге не үшін қажет? Мынадай бір әдемі, өте әдемі күнделік арнаңыздар өздеріңізге. Себебі ана күнделікке қараған сайын ана әдемілікті, сұлулықты, кемеңгерлікті дүние жүзінде барлығы жақсы көреді, және де кез келген тіршіліктің діңгегі осы титтей дүниеден, дәннен басталып, тіптен дәннің өзі тасты жарып, тасты сындырып, гүл болып жоғары қарай өсіп шығады. Сол себепті адамзат баласы әрдайым жақсыға, сұлулыққа, әдемілікке әрекет етіп, соған қарай талпыну керек. Өсімдіктің өзі жоғары өседі. Әдемі болып, ең соңында гүл шығарады. Гүлден кейін жеміс береді. Соны көрдіңіздер ме? Адамзат баласы жаратушы Алланың ең керемет дүниесі болып табылғандықтан, жаратқандықтан, өсімдіктен де, гүлден де артық болуымыз керекпіз біз. Біз гүлден де артық күшімізді пайдалануымыз керекпіз. Гүлдің өзі миымен ойламаса да тек өсе береді, гүлдей береді, жарқырай береді. Ал адам ше, одан да керемет жасау керек. Біз еріншектікке, жалқаулыққа салып қоямыз өзімізді. Ол неліктен екенін қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін. Ең алдымен, міне, бір жылдық мақсатымызды жаздық, енді мына жерде біз күнделік арнауымыз керекпіз. Енді бүгінгі күннен бастап бір жылдан кейін мақсатымыз орындалу керек. Бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін нешесі? 9-04-2022 жыл. Міне, 09-04-2022 жыл деп жаздық. Енді жалпы мен орысша толтырамын. Мектепті орысша бітіргендіктен ойлау қабілетім орысша қыздар менің. Сондықтан ондай нәрселерді орысша жазам. Бірақ сіздерге қазір қазақша түсіндіремін. Бір жылдық, біз ең негізгі осы айға ең негізгі 3 мақсатымызды алуымыз керек. Бұл мақсатымыз біздің жаңағы бір жылға жазылған мақсаттың ішінен болу керек. Мысалы, бір жылдан кейін егер біз үй сатып алғымыз келетін болса, онда біз бір айдың ішінде не істеуіміз керек? Тіптен жаңағы тұрғын үй жаңағы Жилстройсбербанкқа ақша салып қоюымыз керек. Депозит ашып, ақша салып қоюымыз керек, белгілі бір сомасын салып қоюымыз қажет. Сөйтіп жазып қоямыз. Бүйтіп жазамыз. Бір айға
негізгісі деп жазамыз. Орысша жазатын болсаңыздар, главное на месяц деп жазамыз. Бір айға маңыздысы, бір айға негізгісі деп жазамыз. Негізгісі. 1, 2, 3. Күнделікті отырғанда бір бетке сыйдыруды үйреніңіздер. Себебі екі бетке жазып жүрсеңіздер, кішкене визуалды түрде де өздеріңізді шаршатады. Бір бетке қалай өздеріңізді үйретіп алатын болсаңыздар, тура солай сіздерге кетеді. Әдет қалыптасып кетеді. Міне, бір айға негізгісі. 1, 2, 3 деп бөлдік. Бірінші, мысалы, не деп жазайық дейік? Кімнің қандай негізгі мақсаты бар? Жазып шығыңыздар мына жерге. Біреуін алайық. Біреуіңізбен қазір мен толығыменен проработка жасайын. Біреуіңіздің жаңағы трансформацияларыңызды жасаймыз. Сіздердің терапияларыңызды жасаймыз. Сая ханым керемет жансыз дейді. Рахмет сізге үлкен. Иә, айтыңызшы дейді. Рахмет. Жылдам жазып өтіңіздер. Бір негізгі мақсатыңызды жазып өтіңіз. Сіздердің мысалдарыңызбен мен сіздерге көрсететін болсам, сіздерге толығымен түсінікті болады, қыздар. Негізгі армандарыңызды жазып өтіңізші. Бір жылға қандай мақсат қоясыз? Қыздар, осындай жерде белсенділік танытып жазып өткен абзал. Неліктен? Себебі қазір, мысалы, мына жерде 60 адам отыр ма? Энергия деген 60 адамның сұранысы бірден жанып жатыр. Психолог болу дейді, евроремонт жасағым келеді дейді, өте жақсы. Өте жақсы, тағы қыздардың мақсаттарын оқиық. Сіздердің қазіргі мына өте қуаты өте жоғары, орысша айтқан кезде мощнейшая энергетика болып тұрған кезде жазғандарыңыз орындалады, қыздар. Себебі қасиетті Рамазан айы. Және де жамағатпен бірге сұрап отырсыздар сіздер. Көпшілікпен бірге сұрап отырсыздар. Ал ағылшын тілін үйрену дейді, айлық көтеру. Тоқтаңыз, міне, айлық көтеру деген жерде сіз айлық көтеру емес, нақты жазуыңыз керексіз. Менің айлығым, мысалы, сіздің айлығыңыз 200 000 теңге болатын болса, оны 1 миллион деп бірден сұрамаймыз. Сіз жобамен бір айдың ішінде осы 200 000 айлықты 400 000-ға жеткізуіңіз керексіз. Менің бір айлық табысым 400 000 теңгені құрап отыр деп жазасыз. Түсіндіңіз бе? Айлық көтеру емес. Айлық көтеру 200 000 алатын болсаңыз, сізге 205 000 ғана беру мүмкін. Көтерілді ме? Көтерілді. 203 000 болу мүмкін. Көтерілді ме? Көтерілді. Не сұрасаң, соны бердім дейді сізге. Сондықтан нақты жазу керек. Қаздағы көрейін. Үй алу дейді, біразы үй алу деп жазды. Мен мебель алғым келеді дейді. Көлік алу дейді. Өте жақсы. Стамбулдан 250 квадрат теңіздің жағасынан үй сатып аламын дейді. Алдым деп жазыңыздар. Аламын емес. Мен Стамбул қаласынан 250 шаршы метр теңіздің жағасынан үй сатып алдым деп жазыңыз. Аламын емес. Неге? Аламын болса болашақ шақта ол қалып қоя береді екен. Хочу болып, мен соны қалаймын болып қалып қоя береді. Алдым, сатып алдым, орындалды деп жазады екенбіз. Бастығының талабына сай болу. Міне, Шолпа Астана, бастығыңыздың қандай талабына сай болу? Бастығыңыз мүмкін бір майысып жүргенді ғана ұнататын шығар. Мүмкін сізге айтпаған талабы бар шығар ішінде. Іштей бір сонысына ғана сай болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бастығыңыздың нақты сұратымы қандай, демек запросы қандай, сол сұратымы бойынша соған сәйкес болу деп нақты жазасыз. Бастығыңыз қандай да талап етеді? Сіздің жаңағы жылдам болуыңызды ма, қай жеріңізді дамытқыңыз келеді, қай жағынан өзіңіз дамытқыңыз келеді, соны жазып өтіңіз. Көлікті жақсы жүргізіп үйрену, өте жақсы. Жаңа үй алу дейді, аттестациядан өту дейді. Міне, енді алайықшы қыздар, өте көп мына жерде мен 300 000 ақша таптым дейді, теңге ақша таптым. Өте дұрыс. Минимум 300 000 теңге ай сайын табыс табу. Табыс табу емес, табыс тауып отырмын. Маған осындай табыс кіріп жатыр қазір. Менің кассама, менің үйіме, менің қалтама. Түсіндіңіз бе? Одан кейін сіз ойлағанда масштабты түрде ойлаңыз. Сізге бір жерден айлық 200 000 теңге айлық түсу мүмкін, ал басқа тағы пособиялары, балалардың тағы бірдеңе түсіп жатып, сізге қазір 300 000 бар шығар мүмкін. Жалпы санап көріңізші. Мүмкін ол қазіргі күнде тіптен кіріп қойған шығар сізге. Сіз оны байқап отқан жоқсыз. Сондықтан ондай болатын болса 300 000 емес,
онда 300 мыңды 2 есеге көбейтіп 600 мың деп нақты етіп жазып қоясыз. Менің табысым 1,5 мың теңге айына деді. 1,5 миллион қой, сонда 1,500 мың теңге айына болатын болса, 1,5 миллион теңге депозитке 70 миллион ба? Қанша ноль мына жерде? 70 миллион теңге салдым дейді. Стамбулдан үй алдым, ұлымды ағылшын, математика тілін жетік білді дейді. Я, мен балам. Міне қараңыз, балаңыз үшін шешпейсіз. Мен оны нақты жазасыз. Мен осында балаңыздың аты жөнін жазасыз. Мен Шыңғыстың тегін жазасыз. Шыңғыс осындай, немесе Нұржан Келмембетовтың, мысалы дейік, Нұржан Пәленшеевтің анасымын. Мен ағылшын тілін жетік білетін, мемлекеттік немесе өзіңіздің деңгейіңізге қарай, жаңағы шамасына қарай балаңыздың осындай олимпиаданың жеңімпазы Нұржан Пәленшеевтің анасымын. Көрдіңіз бе? Балаңыз үшін тіледіңіз бе? Тіледіңіз. Бірақ сұратымды, мақсатты, арманды өзіңіздің атыңыздан жібердіңіз. Түсінікті ғой, қыздар? Айтуға грантқа түстім, 138 балл алдым дейді. Өте нақты дұрыс қойылған мақсат. Көрдіңіздер ме? Мен айтуға грантқа түстім, 138 балл алдым. Нақты мақсатын айқын көзінің алдында көріп тұр. Арғарай. Мен 2 бөлмелі пәтерді 220 миллион теңгеге қымбат застройщиктен алдым. 22 миллион теңгеге қымбат застройщиктен алдым. Саяси бағытта жұмыс бастауым қажет. Білімді срочно арттыру, дебатқа шығу. Бастауым қажет деп емес, саяси бағытта менің қойған орным бар деп тұрып, осы шақта жазасыз. Нақты жазу керек. Анау керек, мынау керек деген нәрсе болмайды. Мен 4 бөлмелі үйде тұрып жатырмын. Өзімнің жеке меншік сатып алынған. Сіз 4 бөлмелі жалдамалы пәтерде тұруыңыз мүмкін. Сондықтан нақты жазасыз. Толық және нақты. Тұлға болу, өзіңді рухани бай адам болғым келеді дейді. Бұл жерде мақсатыңыз нақты емес. Рухани бай тұлға болу. Қандай тұлға болғыңыз келеді? Қай жерде жұмыс жасап көресіз өзіңізді? Мысалы, мен бұрын армандаған кезде Нұр-Сұлтан қаласына біз 2005 жылы көшіп келдік. Сонда жаңадан босанған әйелмін. Шыңғыс 8 айлық. Шыңғысымды білесіздер, қазір 17 жаста. Сонда Шыңғыс екеуміз біз далаға шығып, түстен кейін коляскамен күннің астында ұйықтап жатады. Мен қолыма кітап алып, көз алдыма елестетіп армандайтынмын, қыздар. Чупа-чупстың қасына барып, соның қасында тұратынбыз, Победа даңғылында, қазір Жеңіс даңғылы ол. Сонда жаңа чупа-чупстың қасында отырып, бала ұйықтап жатады. Мен қолыма кітап алып, жаңағы кітап экономическо-юридический толковый словарь деген кітап болған. Әлі көз алдында. Көк кітап болатын. Қазақ, орыс тіліндегі кітап. Сонда қазақша қалай, орысша қалай жазылатынын жаттап, тілімді жаттықтыра отырып, университетті бітірген, мысалы, жас қызбын сонда, жас келінмін. Сонда ол жерде чупа-чупсты білетін болсаңыздар, сол жағында қаржы министрлігі орналасқан. Минфин, доллар тәріздес ғимарат. Минфинға қарап, өзім жалпы экономика және бизнес факультетін аяқтағам. Жаңағы Минфинға қарап, мен өзімді сол жерде бір үлкен лауазымды қызметкер ретінде елестетем. Кәдімгідей армандаймын соны. Содан жаңағы жерде өзім оқып жатқан нәрсем экономическо-юридический толковый словарь. Сөздерді кәдімгідей мен білуім керек. Себебі мен жерде мықты маман болып отырмын. Енді бұлай бұрылсам, қарасам көзім парламентке түседі. Шіркінай, парламенттің жоғарғы қабатында президент трибунаға шығып айтатын жерінде, сөйлейтін жерде шығып, мен де сөйлейтін болсам ғой. Сонда не деп айтам мен шыққанда? Сонда мен осы сөздермен сөйлеймін деп жаңағыны өзіме мотивация алып, көз алдыма елестетіп, қарап отырсақ, ол визуализация екен. Ол уақытта мен визуализацияны да басқанда білген жоқпын. Жай арманға қадам басу. Күнде шығам солай. Күнде шығамда жаңағы жаттай берем. Неосторожность в праве это деп тұрып. Заңдылықтарды жаттай. Маған керек емес, маған ешкім оны жатта деп айтқан жоқ. Өзімнен өзім жаңағы жерге отырып, армандап, жаттап келген тілімді кәдімгідей бір емтиханға дайындалғандай жаттаған маған бір керемет көңіліме бір ләззат береді. Сонда білесіздер ме, қыздар, 1 жылдың ішінде содан кейін
Ана парламентке көз түскеннен кейін мына Минфинді сая менсінбей қалады, былай айтқан кезде. Барғысы келмей қалады Минфинге. Қойшы, Минфинде жұмыс істегісі келмейді. Ана парламентте жұмыс істегісі келеді. Менің көкем жоқ, жәкем жоқ, қыздар. Сонда бір сенімі, менің бүкіл сенімім, крыша менің, Алла. Алла тағала маған соны беріп отыр. Бекер көшіріп әкелген жоқ Астанаға. Бекер көрсетіп тұрған жоқ маған ол екі ғимаратты. Бекер сол чупа-чупстың қасына, сол ескі парламенттің Минфиннің қасына көшіріп орнықтырып қойған жоқ. Мен күнде сол жаққа барып көрсін деп. Сонда қыздар, бір жылдың ішінде мен парламенттің ішінде жұмысқа тұрып, кәдімгідей қызметке тұрып, қалай жұмыс жасап жатқанымды өзімде байқамай қалдым. Аллаға мыңда бір шүкір. Оны адам жақсылықты тез ұмытып кетеді. Басына жақсылық берген кезде ондай нәрселерін тез ұмытып кетеді. Содан бір күні жаңағы трибунаға шығып сөйлеп жатқанымда мен оны бір дежавю сияқты көз алдыма елестеді. Мен бұны көрдім ғой деп. Себебі ол залды мен күнделікті жаңалықтан, телевизордан көретін. Ал мен қазір оны көзімен көріп тұрмын. Мен сол трибунада тұрмын. Менің бойым, қыздар, ұзын емес. Сондықтан ана микрофонға бойым жетпей тұр. Микрофонды түзілеп беріңіздерші, мен бойыма қарай деп. Жаңа микрофонды түзілетіп алдыма былай алып келген кезде мен сөйлеп тұрғанда жаңағы дайындалған менің айтатын сөздерімді мен сол жерде айтып тұрмын. Қыздар, көзіме сол уақытта еріксіз жас келді. Ал енді осыдан кейін айтып көріңіздер. Алла жоқ, ол бәрі өтірік деп. Міне ең басты ниет барлығы да орындалады. Сондықтан армандар өте көп мына жақта жазылып жатыр. Армандар өте көп кетті. Саяси бағытта жұмыс бастауым қажет дейді. Бүйтіп алайықшы, міне, мен 2 бөлмелі пәтерді 22 миллион теңгеге қымбат застройщиктен алдым дейді. Ең бірінші осы Гүлмираның осы бір несін жазайық. Мен Гүлмира, сіз жазыңыз, сізбен бірге жазамыз. 22 миллион теңгеге пәтер. Қай жерден пәтер сатып алатыныңызда нақты жазасыз. Ол Илинкадан болуы мүмкін, Қояндыдан болуы мүмкін, немесе ол Комсомольскийдан болуы мүмкін, ол Дипгородоктан болуы мүмкін, ол өте жаңағы қымбат ауданнан болуы мүмкін. Сондықтан нақты жазасыз. Пәтер қай жерден деп айтайық, мысалы 22 миллион теңгеге. Левый беріктен дейікші, сол жағалаудан. Нұрсұлтан қаласы болсаңыз, мен сіз Нұрсұлтан қаласы деп қабылдап отырмын. Мысал ретінде айтайық, я? Сол жағалаудан сатып алдым. Сатып алдым, және ол сіздің бір жылға қойған мақсатыңыз. Енді осы бір жылға қойған мақсатты сіз бір айға бөлуіңіз керексіз. Сіз бір айға не деп жазасыз? Оны депозитке 22 миллион болу үшін, 22 миллионға сатып алу үшін, сіз депозитке ай сайын, мысалы, Жилстройсбербанкқа қанша 50%-ын қойсаңыз, 50%-ын сізге береді, сонда сіз 11 миллион құюыңыз керексіз. Демек, ай сайын сіз 1 миллион теңгеден депозитке ақша салып отыруыңыз қажет. Дұрыс па? Сондықтан мен депозитке 1 миллион теңге ақша салдым деп жазасыз. Ал мына 2 бөлмелі пәтер 22 миллион теңгеге сатып алдым дегенде, оны 1 жылдық мақсатта жазып өтесіз. Нақты, осындай сол жағалаудан, мынандай көшесіне, терезесі қайда қарап тұр, неше терезесі бар, пәтеріңіздің жоспары, распашонка ма, екі жаққа қарап тұр ма, бір жаққа қарап тұр ма, іші жарық па, күн түсетін жақ па, шығыс жағы, батыс жағы, барлығын қалай елестетесіз, жазып шығыңыз. Комментарийлер сөндіріп қойын қазір. Жаңағы сол пәтерге қадам басу үшін сіз бір айға қалай қоясыз мақсатыңызды? Бір айда 1 миллион теңге салуыңыз қажет. Осы айда сіз 1 миллион теңге депозитке ақша салуыңыз қажет. Соны жазасыз. 1 миллион теңге ақша салдым. Жазыңыздар. Депозитке 1 миллион теңге салдым.
Екінші мақсат, тағы бір қыздың мақсатын алайық. Екінші мақсат. Айтуға грантқа түстім дейді. 138 балл алдым. Осы мисс Лунканың арманы орындалсыншы. Жазайық. Айтуға, тоқтаңыз. Айтуға грантқа осы бір жылдың ішіндегі нәтижеңіз. Сол үшін сіз не істеңіз қажетсіз. Сіз биылғы осы айдағы ұбт-ның жаңағы нәтижесі бойынша кемінде 135 балл алуыңыз қажетсіз. Осы айдағы ұбт-дан 135 балл алдым деп жазыңыз. Мысалы, немесе 135 деп жауабымен жаза беріңіз. Сәуір айының ұбт-сынан ұбт-сынан 135 балл алдым. Қыздар, міне, қараңыздар. Міне, олай көрсетейінші. Депозитке 1 миллион теңге салдым деп жазғаннан кейін міндетті түрде біз бір айдан кейінгі датаны қоямыз. Мен жалпы айдың басында бастаймын, бірінші күні, содан кейін айдың соңғы күнін жазамыз. Нақты бір айдан кейінгі күнді жазасыз. Бір айдан кейін бізде қанша болады? 09.05.22. 09.05.22. Түсініңіздер ме? Сіз ұбт-дан қай уақытта аласыз? 9 мамырға дейін алуыңыз керексіз. Сіз депозитке қашанға дейін салуыңыз керексіз? 9 мамырға дейін салып шығуыңыз керексіз. Келесі үшінші ереже, үшінші бір мақсатты алайық. Мен 300 теңге айлық алып жүрмін дейді. Аттестациядан өту дейді. Жаңа үй алу. Көлікті жақсы жүргізіп үйрену дейді. Жақсы, осыны алайықшы. Көлік жүргізуді еркін үйрену дейді. Үйрену. Ол да бізде 09.05.22 болады, қыздар. Енді осы үш біздің негізгі мақсатымыз бар. Осы мақсатты біз бір айдың ішінде орындап шығуымыз керекпіз. Ол үшін әрекет жасауымыз қажет. Бұл біздің негізгі жоспарымыз, бір айға қойған, комментарий түсіндіріп қойын. Бір айға қойған негізгі жоспарымыз. Енді осының ішіне біз маңызды етіп аламыз. Маңыздысы деп жазамыз. Маңыздысы. Міне, маңыздысы. Осы маңыздысына жазғаннан кейін, бұны да 1, 2, 3 деп бөліп аламыз. 1, 2, 3 дегеніміз не? Бірінші бізде мақсат, депозитке 1 миллион теңге салдым дейміз, деп тұр екен. Ендеше, мұна біздің бір айлық жоспарымыз болатын болса, мына жерге біз бүгін не істеуіміз керек? Осыған әрекет ету үшін бүгін не жасауымыз керек? Бүгінге жоспар құрамыз. Жоспар өте қажет, қыздар. Біз бүгін не істеуіміз керек? Бүгін кемінде барып депозит ашып қойымыз керекпіз. Болмаса, ашпасақ та, біз барып депозиттің қандай түрлері бар, соны мониторинг жасап, қай банкке салып, оны пәтерді алған ыңғайлы бізге, соны білгеніміз абзал. Соған біз соны бүгін зерттеп, талдау жасаймыз, анализ жасаймыз. Банкке барып, барлығын консультация алу, барлығын білу. Мысалы, я? Мысал ретінде айтып отырмын. Жилстройсбербанкқа барып, мысалы. Барып, депозит ашу дейікші. Депозит аштым. Бүгін мен депозит аштым делік. Банкке барып, депозит аштым. Екінші бізде сәуір айының ұбт-сынан 135 балл алдым дейді. Ол үшін не істеуім керек? Ондай болатын болса, онда сәуір айының несінен 135 балл алу үшін мен бүгін қандай әрекет жасауым керекпін? Бүгін мен таңертең тұрып, кешегінге қарағанда, таңертең тұрып 1 сағат
күнделіктіге қарағанда 1 сағат артығырақ етіп, ерте тұрып, біз жаттауымыз керекпіз. Кәдімгідей отырып жаттауымыз керекпіз. Ал отырып жаттадық. Сағат 6-да тұр. Күнделікті 7-де тұратын болсаңыз, 6-да тұрып, 6-дан 6 мен 7-нің аралығында жаттадым делік. 6-да тұрып, ұбт-ға дайындалдым. Келесі, бізде үшінші көлік жүргізуді үйрену дейді. Көлік жүргізуді үйрену үшін мен бүгін не істеуім керекпін? Мен өзіме жақсы инструктор тауып алуым керекпін. Демек, инструктор іздеу, мониторинг жасау. Жақсы инструктор таптым. Жақсы жүргізуші таптым. Жүргізуші үйрететін маман таптым. Енді келесі, бұдан басқа да сіздің, міне қараңыздар. Жилстрой Сбербанкқа барып депозит аштым. Мен депозитке 1 миллион теңге салу үшін, 1 айдан кейін салыну үшін, сәуір айының ұбт-сынан 135 балл алу үшін 6-да тұрып, ұбт-ға дайындалдым. Көлік жүргізуді үйрену үшін жақсы жүргізуші таптым дедік. Енді бұдан басқа біздің жоспарларымыз бар. Қандай? Үй жинау керек. Оны қосымша дейміз. Біздің қосымша жоспарымыз бүгінге. 1, 2, 3, ол тоқтамай кете беру мүмкін. 3, 4, 5, 10-ға дейін жете беру мүмкін. Мысалы, не істеу керек? Үй жинау, жұмысқа бару, тамақ істеу, дүкенге бару деген секілді. Өте көп жоспарлар кете береді, қосыла береді. Мына қосымшамыз біздің өте көп болып кете береді. Бұны біз 80% деп алайық. Паретто заңдылығы бойынша. Бұл біздің қосымшамыз, дополнительные наши планы. Ал мынау біздің бір айға қойған негізгіміз, ол 20%. 20% деп алайық оны. Енді біз оны жазғаннан кейін, біз міндетті түрде Аллаға алғыс жазуымыз керек. Күніне кемінде 3 адамға Аллаға алғыс жазуымыз керек. Аллаға алғысым деп жазасыз. Алғысым. Аллаға алғысым. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не үшін алғыс айтасыз? Кім үшін алғыс айтасыз? Менің күнделікті жазатыным, мен орысша жазам. Сондықтан жаңаға автоматты түрде ол жазылатын нәрсе. Бірінші жазатыным. Жива, здорова и сосредоточена на своих 20%. 20% дегеніміз не? Міне. Мынау біздің негізгі мақсатымыз 20%, ал қосымша мақсаттарымыз 80%. Егер де біз бір күнде, қазір соңында айтайыншы сіздерге. Жива аман есен оянып тұрып, бүгінгі күнімді өмір сүріп жатқаным үшін алғыс айтамын. Келесі күнделікті сіздің алғысыңыз көбейе беру керек, өзгере беру керек. Сіз анаңызға кешегі күнде қандай бір ерекше нәрсе болды, сол үшін соны бір ерекшелендіріп алғысыңызды жазыңыз. Алғысымызды жазып өтеміз. Бүгін қандай да бір үлкен әрекет жасадыңыз, бір керемет алғыс жазғыңыз келетін нәрсе бар ма? Жазыңызшы мына жерге. Өте жылдам жазыңыздар, қыздар. Өте жылдан бір алғыс жазыңызшы. Себебі, неліктен алғыс? Себебі сіз алғыс жазған сайын, Аллах тағала сіздің алғысыңызға қосыла бере береді. Алғыс айтқан сайын, когда мы благодарны Вселенной, Вселенная благодарит нас. Алғыс жазыңыздар, қыздар. Жылдам. Жылдам алғыс жазып өтеміз. Анама рахмет, немесе балама рахмет. Жылдам жазып өтеміз, қыздар. Алғысты жазған кезде Алланың да сіздерге алғысы көбейе береді. Жылдам жазамыз, қыздар, бір-біріміздің уақытымызды алмайық. Анама рахмет. Жазамыз, қыздар. Эфир сақталады ма? Міндетті түрде эфир сақталады, қыздар. Өшіп қалмасыншы эфир дейді. Мен де соны қатты тілеп отырмын.
қатты тілеп отырмын. Сонда алдым деп жазамыз ба дейді. Иә, сонда алдым деп жазамыз. Өте керемет жауап, рахмет дейді. Сізге де менің алғысым шексіз. Мен әлемнің тамаша жерлерін аралап шықтым дейді. Өте тамаша. Әлемнің 7 кереметін көріп шықтым деп жазсаңыз да болады. Айлығым 800 мыңға көтерілді. Өмірге ризамын дейді. Менің күйеуім 40 мың әкеліп берді дейді. Бүгін күйеуім 40 мың әкелді. Машалла, қыздар, көрдіңіздер ме? Өмірге ризамын. Тіптен егерде сіздердің алғыстарыңыз бітіп қалатын болса, ондай жағдайда сіз тіптен алғысты ағып жатқан судың өзіне де жазып өтсеңіз болады. Сіздің ауамен демалып жатқаныңызға, және де бүгін сіз оянатын болсаңыз, білесіз бе, кеше түнде сізбен бірге жатқан адамдардың өте біраз адамдар бүгін таңертең сізбен бірге ойына алмай қалды. Сондықтан шүкірлік ету керек. Кәдімгідей алғыс жазамыз. Кәдімгідей 3 алғыс жазамыз. Күйеуім әкеп берген үшін менің күйеуіме менің алғысым шексіз деп. Жаңа 40 мың теңге әкеп берді деген қыз, сіз солай жазыңыз. Менің күйеуім 40 мың теңге бүгін әкеп берген үшін менің алғысым шексіз, күйеуіме рахмет деп тұрып. 3 алғыс жазамыз. Келесі өзіңізге неңізді, табысыңызды өсіретін нақты сұратым, демек запрос жазасыз. Мен орысша жазам, оны қазір сіздерге орысша айтып өтейін, содан кейін қазақшаға аударамыз. Ежемесячно в качестве суммарного денежного вознаграждения я получаю столько-то сумму теңге деп жазам. Сондықтан жазайық. Ай сайынғы, себебі бір рет алып қалуыңыз мүмкін, бітті сонымен. Сізге ол тұрақты болу керек, сіздің сұрап отқан нәрсеңіз. Ай сайынғы менің таза табысым қаншаны құрап отыр делік. Мысалы, жаңа қыздар жазды ғой, 300 мың теңге айына алып отырмын деп. 300 деп жазыңыздар мысалы. Немесе жаңа біреу 800 мың теңге тауыпқым келеді. Онда жазыңыз 800 мың теңге деп, міне қараңыздар. 800, міне, ай сайынғы менің таза табысым 800 мың теңге деп жазыңыз ба? Енді қасына сіз жақша ашып, жазбаша түрде 800 мың теңге деп жазып шығуыңыз керексіз. 800 Мен жазып қойыншы, мысал деп. 100 мың теңге деп жаздыңыз ба? Енді теңге деп жаздыңыз ба? Енді сіздің 800 мың теңгеңіз долларға шаққан кезде қандай болады? Мына жерге сызықша несін бөлу сызығын қойып қоямыз, дробь сызығын қойып қоямыз. Ол 800 мың теңгеміз қанша болады? Жобамен 2000 доллар, е? 2000 доллар. 2000 доллар деп кәдімгі санмен жазып қоясыздар. 2000 доллар. Себебі сізге теңгелей де келуі мүмкін, доллармен де келуі мүмкін, евромен де келуі мүмкін. Сондықтан 2000 доллар деп жақшаның ішінде 2000 доллар деп кәдімгідей жазасыздар. 2000 доллар деп жаздыңыздар ма? Қайтадан сызықша, жаңағы дробь сызығы. Ол евромен қанша болады? Евромен қанша болады? 1800 болатын шығар, және жобаменен. 1800 евро. Жақшаның ішіне 1000 кәдімгідей жазбаша прописью жазып шығамыз. 1800 мың евро. Қыздар ойлап отырған шығарсыздар мүмкін бұл еріккен адамның жұмысы, еріккен емес. Мынаны күнделікті жазып отырған кезде сіздің фокусыңыз осыда болады. Сіздің миыңыз осыған қарап әрекет етеді. Мына сан 800 мың теңге сіздің миыңызға кәдімгідей бір норма секілді қабылданады. Бұдан төмен сізде мүмкін ешбір болу мүмкін емес, та? Орысша айтқанда никак не может быть иначе. Сондықтан күнделікті міндетті түрде оны жазу керек.
евро деп жазыңыз. Жақшаны жаптыңыз. Жақшаны жаптыңыз. Енді мынаны кім жазды? Мұна мүмкін басқа біреудің арманына кетіп қалу мүмкін. Сондықтан мына жерде бұны жазған Айжан екенін, Нұржан екенін, немесе Айгүл екенін, Динара екенін нақты белгілеп өту қажет. Астын сызып, қол қоясыз. Міндетті түрде өзіңіздің қолыңызды қойып, қолыңыздың астын сызып қоясыз. Түсіндіңіз ба? Осылай жасайсыз. Енді мынау 80 дегеніміз не, 20 дегеніміз не? Ежемесячно, жива-здорова, сосредоточена на своих 20% дегеніміз не? Ол енді нені білдіреді? Жатарда, ұйықтар алдында, міндетті түрде күндіз сіз жоспарға бірнеше рет қарадыңыз, не істеуім керек, мына істеуім керек, мына істеуім керек деп. Біздің басым бөлігіміз неге кетеді? Үй жинау, жұмыс жасау, жұмысқа бару, тамақ істеу, балаларды балабақшаға апару, мектептен әкелу деген секілді нәрселерге бірінші орындалып кетеді солар. Орындалған мақсаттарды біз сызып тастаймыз. Үй жинадық па? Жинадық. Жұмысқа бардық па? Бардық. Тамақ істедік па? Істедік. Намаз оқыдық па? Оқыдық. Ораза ұстадық па? Ұстадық деген секілді. Енді маңыздыдан не болды бізде? Не орындалды? Жилстройсбербанкқа бар депозит аштық па? Аштық. Мысалы, барып аштық. 6-да тұрып, ұбытыға дайындалдым ба? Дайындаламай қалдым. Неге? Ұйықтап қалдым. Ендеше ол қалып қояды. Ертең орындауыңыз керек. Ертең міндетті түрде осыдан бастауыңыз керексіз. Күнделікті мына көшіріп, жылжып, прокрастинация болып қалып кетудің қажеті жоқ. Қажет емес, еш уақытта болмайды олай болудың. Одан кейін жақсы жүргізуші таптым. Таптым ба? Уақытым болған жоқ, оған хабарласатын. Таппадым. Кейін мен шаршадым. Кешке дейін бүкіл шаруаларды жасадым, шаршадым дейміз, Енді қараңыз, мына шаруа еш уақытта бітпейді. Үй жинау, кір жуу, тамақ істеу, жұмысқа барып келу, мектепке барып келу деген. Бұл Паретто заңдылығы бойынша 80% біздің. Егер де біз мына 80%-ды орындап, тек қана 80%-ды орындайтын болсақ, біздің мына мақсатымыз, бір айға қойылған арманымыз еш уақытта орындалмайды. Егер де біз мына 20%, бүгінгі күніміздің 20%-ық барлығы 100% жоспарымыз бүгінге. Осының 20%-ын орындайтын болсақ, онда мынаның барлығын орындап шықсақ, Жилстройсбербанктан депозит аштым. 6-да тұрып, ұбытыға дайындалдым. Жақсы жүргізуші таптым, болды. Орындадым ба? Демек мен 20%-ға өзімнің фокусымды ұстап тұрмын деген сөз. Мынаны орындап отыратын болсақ, біз бір айлық арманымызға жетеміз. Міндетті түрде біз депозитке бір айда миллион теңге саламыз. Біз сәуір айының 30-нан 135 бал аламыз. Күнде таңғы 6-да отырып дайындалатын болсақ. Көлік жүргізушіні көлікті еркін жүргізуді үйрендім. Онда бүгін мен жақсы жүргізуші таптым ба? Бүгін инструктормен бір рет жүрдім. Үйрендім ба? Орындадым ба? Істедім. Демек, жива, здорова, тірімін, аман есен болғаным үшін, тірі болғаным үшін, және де барлық фокусымды 20%-ға ұстап тұрғаным үшін Аллаға сансыз шүкір дегеніміз осы. Мынаны орындайтын болсаңыздар, мынау міндетті түрде орындалады. Ал ай сайын сізде осы айлық мақсатыңыз орындалатын болса, жылдық арманыңыз орындалады. Ал сіз бір жылда өзіңіздің арманыңызды орындайтын болсаңыз, 5 жылда міндетті түрде сіз 5 жылға жетпей орындап тастайсыз. Сондықтан күнделікті жоспар жазып, жоспарменен жүрген абзал қыздар. Үлкен жетістікке жеткен адамдардың барлығы күнделік толтырып жоспар жазады. Адам баласы жалпы арманыменен асқақ, жетістігіменен жасампаз. Адамдыққа тек адалдығымен ғана абыройлы. Жаратушымыз адам баласына тағдырын таңдап беретіндей көрініп тұрады. Жүргізушіге көлік керек. Биліктіге құрмет керек. Саудагерге ақша керек. Ал біздерге, қыздар, әйелдерге, біздерге, барлығымызға, міне сіздер қазір отырсыздар. Бүкіл әлем керек. Себебі біздің әлем, қыздар, әппақ ақ әлем. Біздің сұрағанымызды бізді Алла тағала екі-ақ түрде жаратқан. Не ана, не болашақ ана ретінде. Сондықтан ананың тілегі міндетті түрде қабыл болады.
Сіздер оған кәміл сеніңіздер. Алладан тілеңіз, Алладан сұраңыз, күнделікті әрекет етіңіз. Себебі біздің тілек, ақ тілек, біздің тілек қыздар, біздің әлеміміз қыздар. Пәк әлем, бақ әлем. Бүгінгі күні менімен бірге болғандарыңыз үшін, бүгін сіздерге ақпаратпен бөлісіп, енді жеткіздім деп ойлаймын. Егерде түсінбеген жерлеріңіз болса, эфирді қайта көріңіздер, сақтаймын. Бүгін осындай үлкен ақпарат алғандарыңыз үшін, айқын, нақты мақсат қойып, мақсатқа жол бастағандарыңыз үшін менің сіздерге алғысым шексіз. Мен сіздермен бақыттымын. Рахмет сіздерге, қыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсы көремін сіздерді.